түрлі түсті зымыран жасау үшін түрлі түсті қағаз қажет болады. Көріп тұрғандарыңыздай шаршы пішінді біз кесіп аламыз, яғни төрт жағында тең қылып, және үшбұрыш етіп бір-біріне теңестіреміз. Теңестірген кезде осындай үшбұрыш пішіндер шығады, және біз осылай бір-біріне байланыстырамыз дағыны, бұл кезде тік төртбұрыш пішінде шығады бізде. Бұл бір-біріне біріктіріп жатқанымыз қазір бізде зымыранның пішінін бір-бірінен жасаған кезде, бір-бірінен байланыстыратын кезде өте ыңғайлы болу үшін жасалынған. Енді көріп тұрғандарыңыздай оң жақтағы үшбұрыште сызықтарды біз бір-біріне қосып, оң жақ бөлігі мен сол жақ бөлігінде солай бір-бірімен байланыстырамыз. Сонда бір-бірімен байланыстырған кезде бізде үшбұрыш пішін шыға келеді. Үшбұрыш пішін шыға келген кезде дәл ортасындағы сызыққа қарайсыздар. Дәл ортаңғы оң жақ бөлігіндегі бірінші қабатын дәл ортаңғы сызықпен тура келіп бір-біріне байланыстырамыз, және үстіңгі бөлігін байланыстырып жатқан қағазды қаттырақ басып отырыңыздар, және бір қайтара басқаннан кейін екінші тағы біз бір-бірімен байланыстырамыз. Екінші рет соңғы бөлігінде аяғын біз осылай түзу еткіздіртіп шығарамыз үстіңгі бөлігі секілді. Дәл сол секілді келесі бөлікті де бір қайтара, екі қайтара, және аяғыңғы соңғы бөлімін жасайсыздар. Әрі қарай келесі осы жасалған бөліктегі бетті жасалған бөлігін біз келесі бетте дәл солай жасап шығамыз. Сонда бізде зымыранның пішіні бір-бірімен тең, бірдей, және тұрғызған кезде нық тұратындай қылып шығады. Сіздерде осылай тура дәл видеодағыдай жасаңыздар. Сіздерге де өте қызықты, және балаларыңызға өте қызықты тыныс алу жаттығуына арналған керемет ойын түрі. Сіздерде жасап көріңіздер, қараңыздар. Келесі бізде тыныс алу жаттығуына арналған жаттығу ретінде пайдалану үшін трубочка керек болады. Ол трубочканың үстіне осылай зымыранды қоямыз дағыны, үрлетеміз. Сіздерде жасап көріңіздер. Сіздерге сәттілік.